Сәлем, құрметті оқушылар, қалдарың қалай? Міне өздерің көріп тұрғандарындай, бүгін бізде өте көптеген оқушылардың ең қиын тақырыбына арналған тригонометрияны бастайын деп отырмыз. Тригонометрия бөлімінде біз жалпы ұбт-да келетін барлық тригонометриялық проблемалар, барлық есептерді қалай шығарамыз. Міне осыларды үйренетін боламыз. Сондықтан, демек сендерге енді жай барақат жүруге болмайды. Дәл осы сабақтарды тезірек қарап, қалай тригонометриялық есептерді шешуге болатындығын меңгеріп алу керек. И все. Сонда ғана сендерде ұбт-да именно тригонометрия бойынша қиналмайтын боласыңдар. Олай болса сабақты бастайық. Мұқият жайғасып, жақсылап отырып алыңдар. Дәптерлеріңді алыңдар. Жазатын нәрсе өте көп болады. Жалпы тригонометрия. Бұл енді латын тілінен аударғанда үшбұрышты өлшеу деген мағынаны білдіреді. Ол бізге түкке де қажеті жоқ. Қандай мағына берсе де. Ал енді жалпы үшбұрыш болғанда да оның ішінде тікбұрышты үшбұрышқа байланысты шыққан. Яғни тікбұрышты үшбұрыш дегеніміз не? Тікбұрышты үшбұрыш дегеніміз ол бір бұрышы 90 градус болатын үшбұрышты біз тікбұрышты үшбұрыш деп айтатынбыз. Оның сәйкесінше катеттері болады, АБ және де гипотенузасы болады. И осының бір қандай да бір сүйір бұрышын альфа деп алайық. Осы бұрыш бойынша біз не істейміз? Осы бұрыштың синусын, косинусын, тангенс және котангенсін есептеп шығарамыз. Яғни бұл төртеуі бізде тригонометриялық функция деп айтылады. Бізде олар синус альфа, косинус альфа, тангенс альфа және де котангенс альфа. Мінекей осы төртеуін қарастырады екенбіз. Енді осы сүйір бұрыштың синусы дегеніміз не? Оны бізде мектепте айтады. Осы альфа бұрышының синусы дегеніміз оған осы бұрышқа қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы деп айтады. Яғни катетіміз А болса, қарсы жатқан катет гипотенузаға бөлсек С болады. Сонда А бөлінген С-ға тең екен. Ал енді косинус альфа, дәл сол альфа бұрышының косинусы дегеніміз наоборот, ол қарсы емес, іргелес жатқан катеттің, осы бұрышқа іргелес жатыр ғой. Іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Яғни Б-ның С-ға қатынасы. Ал енді мынандай нәрсені айтады бізде. Тангенс альфа дегеніміз ол синус альфа бөлінген косинус альфа. Ал котангенс альфа керісінше ол косинус альфаның синус альфаға қатынасы. Мұны білулерің керек. Ал енді осы жерден бізде мынандай нәрсе шығады. Қарапайым тікбұрышты үшбұрыштың ішінен біз Пифагор теоремасын шығарып алайық. Пифагор теоремасы қалай еді? Ол катеттердің, тікбұрышты үшбұрыштың катеттерінің квадраттарының қосындысы оның гипотенузасының квадратына тең. Яғни катеттерінің квадраттарын қосамыз, А квадрат плюс Б квадрат тең С квадрат болады. Осы жерде біз теңдіктен кейін С квадраттың орнына бірді жазуымыз қажет болады. Оны қалай жазамыз? Бірді біз шығаруымыз қажет. Ол үшін мынаның барлығын С квадратқа бөліп тастауымыз керек. Сол кезде бізде былай болады. А квадрат бөлінген С квадрат, қосылған Б квадрат бөлінген С квадрат тең 1 болады. Өйткені С квадратты С квадратқа бөлсек 1 болады. Енді осы біз квадратты тұтас жазайық. А бөлінген С-ның квадрат деп былай бірге жазсам болады. Және де Б бөлінген С-ның квадрат деп тұтас жаза салсам болады екен. Ал енді қараңдар, бірінші А бөлінген С-ны қараймыз. А бөлінген С бізде неге тең еді? Бұл жерде ол синус альфаға тең еді. Сондықтан орнына синус альфаны қоямыз. Сонда квадратпен ол синус квадрат альфа болады. Плюс Б бөлінген С ол бізде косинус болады. Орнына қоям. Сонда ол косинус квадрат альфа болады. Тең 1 болады. Демек, синус квадрат альфаға косинус квадрат альфаны қоссақ, әрқашан 1-ге тең болады екен. Яғни мына жердегі бұрыштарына байланысты. Екеуінде де альфа болады. Яғни ол сендер синус квадрат 30-ға косинус квадрат 30-ды қоссаңдар, бірден қарайсыңдар, екеуінің бұрыштары бірде және квадраттары бар ма, онда 1-ге тең. Синус квадрат 150 қосылған косинус квадрат 150, ол екеуінде де бірдей ма бұрыштары, квадраттары бар ма, онда ол 1-ге тең екен. Немесе синус квадрат 5000 қосылған косинус квадрат 5000. Бірдей градустар, онда ол 1-ге тең. Мінекей дәл осылай есептеліп кете береді екен. Бұл бізде бірінші негізгі тепе-теңдігі. Оның барлығы біледі. Ал енді қалған формулаларды сосын айта жатармыз. Формуланы алдағы уақытта сабақтарымызда тоқталып өтеміз. Қазір одан да маңызды нәрселерге тоқталып өтейік. Жалпы негізі осылай. И енді қараңдар, мынаны айта кетейін. Синус альфа
бөлінген косинус альфа, көбейтілген косинус альфа бөлінген синус альфа. Мұнда синус пен синус қысқарады, косинус пен косинус қысқарады, нәтижесінде 1 шығады, иә? Ал енді мынау неге тең еді, балалар? Ол бізде тангенс альфаны береді. Ал ана екіншісі ол котангенс альфаны береді. Демек, бұл байқаған болсаңдар, тангенс альфа мен котангенс альфаны всегда бір-біріне көбейтсек, ол да 1-ге тең болады екен. Міне, ұмытпаңдар, синус пен косинусты квадраттап қосқан кезде 1-ге тең, ал тангенс пен котангенсті көбейткен кезде 1-ге тең. Әрине, градустары бірдей болу керек. Мысалы, жаңағыдай, мысалы, синус квадрат 100-ге, косинус квадрат 200-ді қосып, тең 1 деп айта алмаймыз. Өйткені, мұнда градустары 2 түрлі болып кетті. Бірдей болу керек ол үшін, мына жақтағы секілді. Ал енді, мынау сияқты, дәл сол сияқты, тангенс 100 көбейтілген котангенс 100 десек мысалы. Градустары бірдей ме, ең бастысы, онда ол 1-ге тең. Тангенс 95, мысалы, котангенс 95 деп әдейі қиын сандар алып, ол да бізде 1-ге тең өйткені, бұрыштары бірдей болса болды. Қосындысы емес, көбейтіндісі әрине. Түсінікті ғой, бұл жерге дейін менің ойымша. Сұрақтар болса, тағы да сұрай жатарсыңдар. Ендігі мәселе бізде мынау. Әрине, мұнда тригонометриялық функциялардың әрбір градуста өзінің мәні бар. 0 градуста нешеге тең, 30 градуста, 45 градуста деген секілді. Әрине, оны жаттау біз үшін өте қиындық тудырады ғой бір. Сол үшін оны ұлттық бірыңғай тестілеуге кірген кезде сендерге міндетті түрде черновик беріледі. Сол кезде сендер оны бұлайша өз әдістерімен соған жазып қойсаңдар болады. Алдымен бұлай сызып аламыз. Мен әрине шамалы қисық-қисық сызып жатырмын. Ренжімеңдер. Мінекей, мұнда біз бұрыштарды жазайық. Синус альфа, косинус альфа, тангенс альфа, неде котангенс альфа. Ал енді мұнда 0 градус, 30 градус, 45 градус, және де 60 градус, және де 90 градусқа жазайық. Мен сендерге, әрине, оның бәрі жаттап алыңдар деймін, бірақ сендер хотя бізде мынаны жаттап алуларың керек сендер. Синустың осы 5 градустағы мәнін ғана жаттаңдар, қалғанын өзі шығады. Мысалы, синус 0 градуста 0-ге тең, синус 30 градуста 2-ден 1-ге тең, синус 45-те түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең, 60-та түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең, және де 90 градуста 1-ге тең. Міне, сендер осыны жаттап, осы 5-ін жаттауға шамаларың келетін шығар. Осыны жаттасаңдар, қалғанын өзі шығады. Ал енді қараңдар. Дәл осыларды керісінше жасамыз енді косинустан. Мысалы, 1-ден бастап аяқталды ғой. Ал енді косинус осы 1-ден бастап кері қарай жазылады. Мысалы, 1 жазылады, одан кейін барып түбір асты 3 бөлінген 2, одан кейін түбір асты 2 бөлінген 2, содан кейін 2-ден 1, содан кейін 0. Яғни синусты айналдырып керісінше, соңынан басына қарай қайтадан жазып шықтық. Бұнда ол косинустың мәнін береді. Ал енді жаңа ғана айттық біз тангенс альфа дегеніміз не деп айттық? Тангенс альфа дедік. Ол синус альфа бөлінген косинус альфа дедік. Демек, синустың мәнін, косинустың мәніне бөлсеңдер, тангенстік шығады. 0-ді 1-ге бөлеміз, 0 шығады. 2-ден 1-ді түбір асты 3 бөлінген 2-ге бөлеміз, яғни оны сендер черновикке өздерің бөле аласыңдар. Бөле алмайтын болсаңдар, бүйтіп жазыңдар. Түбір асты 3 бөлінген 2 тең, 2-ден 1, көбейтуге алмастырамыз, 2 алымында түбір асты 3 бөліміне шығады. Мына мен мынау жойылады, тең 1 бөлінген түбір асты 3 қалады. 1 бөлінген түбір асты 3 қалады. Оны иррационалдықтан құтылсақ, екі жақта да түбір асты 3-ге көбейтеміз, сонда бөлімінде 3, алымында түбір асты 3 бөлінген 3. Міне, мынау шығады екен. Яғни, көріп тұрғандардай түбір асты мына мен, мынау екеуі бірдей. Кейде бір оқушылар сұрап жатады, мына екеуі, мынау кітапта бұлай берген, есептеген кезде мынандай шығып қалды, мен қалай істедім деп. Әрине, ол екеуі бірдей екенін сендер түсінулерің керексіңдер. Өйткені иррационалдықтан құтылуды үйреткенбіз сендерге. Сондықтан саналы оқушы ретінде мына екеуі бір-біріне тең екендігін жатқа бөлулерін қажет. Сонда бөлген кезде бізде түбір асты 3 бөлінген 3 шығады екен. Бірдей санды бірдей санға бөлген кезде ол кезде 1 шығады. Мынаны бөлсеңдер түбір асты 3-тің өзі шығады. Санды сосын мұнда 1-ді 0-ге бөле алмайсыңдар, өйткені санды 0-ге бөлуге болмайды. Сондықтан кестеде сендерде мынандай тұрады. Ол жерде мәні жоқ деп. Ал енді котангенс осының керісінше жазып бересіңдер. Бірінші минуттан бастайсыңдар, сосын түбір асты 3, сосын 1, сосын түбір асты 3 бөлінген 3, сосын барып 0 болады екен. Мінекей, сендер 90-ға дейінгі градустарды дәл осылай жаза салады екенсіңдер. Черновик тұрсын алдарында дәл осылай жазасыңдар. И сендерге ешкім айта алмайды. Сендер өйткені өз күштеріңмен дәл осы әдіспен жаза аласыңдар. Қай уақытта болмасын. Ал енді жақсы 90 градусқа дейін
жарайды, білдік. Осылай жазып аламыз. Ал бірақ бізде 150, 240, 570, 630 сияқты градустар бар ғой, оларды қалай есептейміз? Міне осыған тоқталайық. Оларды есептеу үшін сендер келтіру формулаларын қолданасыңдар. Келтіру формулалары. Келтіру формуласы. Келтіру формуласы дегеніміз не? Келтіру формуласы деген ол мынадай. Мысалы қараңдар. Мынаны ұмытпайық. Мысалы бізде тригонометрияда пи деп 180 градусты айтады. Пи деп 180 градус. Қалған градусты да осы арқылы өлшеуге болады. Енді мынаны жазып қойыңдар бір жерге, дәптерлеріңнің пи бөлінген 2. Пи бөлінген 2 деген ол 90 градус. Өйткені пидің орнына 180 қойып 180 бөлінген 2-ні жазсақ, ол 90 градусқа тең. Ал пи деген ол өзі 180-ге тең. Егер пи болған жағдайда аты өзгермейді, қазір не үшін екенін айтам, сендер жазып қойыңдар. Аты өзгермейді, аты өзгеретіні. Пи бөлінген 2-сі болса аты өзгереді. Енді неге деген сұрақ келді. Мысалы, бізге синус 150 градус керек. Біз оны қалай табамыз? Синус 150-ді мен осы 90 немесе 180-ге еселі санға байланыстырып жазам. Мысалы, мен 150-ді 180 азайту 30 десем болады, немесе 90 плюс 60 деп жазсам болады. Ал 90 плюс 60 деп жазайық. Синус 90 градус плюс 60. Болады ғой. 90 градусты мен пи бөлінген 2 деп жазамын. Сонда синус 90-ның орнына пи бөлінген 2 жазам, а жаққа плюс 60-ты жазамыз. Енді қараңдар, пи бөлінген 2 болған кезде аты өзгереді дедік. Ол кезде пи бөлінген 2 болса, синустың аты косинусқа, косинустың аты синусқа, тангенстің аты котангенске, котангенстің аты тангенске өзгеріп кетеді. Демек, синус пи бөлінген 2 болғандықтан ол сразу косинусқа ауысып кетеді. Косинус 1-60 градус жазамыз. Болды, пи бөлінген 2-ні жазбайсыңдар. Өйткені ол өз қызметін атқарып қойды, атын ауыстырды. Косинус 60 1-ден жазылып кетеді. Енді таңбасын анықтаймыз. Таңбасын дегеніміз не деген сөз? Ол мынау ширектегі таңбалары. Мынаны әрқашан жаттап алыңдар. Мысалы, синус альфаныкі таңбалары плюс бірінші ширек, екінші ширек деп айтады. Үшінші ширек, бұлайша төртінші ширек. Бірінші, екінші ширекте плюс, үшінші және төртінші ширекте минус. Яғни мынау 0 градус бізде, мұн жақта 90 градус, мынау 180 градус, мынау 270, мынау 360 арғарай кете береді. 540, 450, 540 деп, 630, 720 деп айналып кете береді. Түсінікті ме? Сағат тіліне қарама-қарсы айналып жүре береміз. Одан кейін косинус альфанык бар. Оныкі 1 мен 4-те ғана плюс, 2 мен 3-те минус оның таңбалары. Одан кейін тангенс пен котангенс бар. Котангенс альфа бар. Олар 1 мен 3-те плюс, 2 мен 4-те минус екен. Енді қараймыз осы жерден. Синус 90 градус плюс альфа. Синус 90. Синустықын қараймыз. Мына жақта 90 дегеніміз мына жер. 90 плюс альфа десе алға жылжимыз. Плюс болса. Минус альфа десе кері қарай жылжимыз. Бізде плюс альфа деп тұр, демек алға қарай жылжуымыз керек. Алға жылжысақ, бұл жерде екінші ширек бар. 90-нан алға жылжыған кезде. Таңбасы плюс, демек алды плюс күйінде қала береді мына жер. Ал енді косинус 60-тың мәнін жазамыз. Косинус 60 неге тең еді ол? Косинус 60 бізде 2-ден 1-ге тең еді. Демек, мына жаққа 2-ден 1 дейміз. Демек, олай болса бізде синус 150-де сол 2-ден 1-ге тең деген сөз. Міне көрдіңдер ме? Бастапқы синус 150-міз 2-ден 1-ге тең екен. Міне келтіру формуласы осы үшін қажет бізде. Немесе әрі қарай тағы да істейік. Мысалы, косинус 240 градус болсын. Қалай жасаймыз? Мысалы, оны біз косинус 180 плюс 60 деп болады. 180 градус плюс 60 градус деп. Көрдіңдер ме? Мен тек 90-ға немесе 180-ге бөлінетін сандарды ғана жазамын. Так, 180 деген ол пи ғой, сондықтан оның косинус пи плюс 60 градус деп жазсақ болады. Ал енді пи болған кезде жай ғана пи болса, онда аты өзгермейді, қайтадан косинустың өзі қалады 60 градус деп жазып қоямыз. Түсінікті ғой, пи деген уже атын өзгертмейді, сол қызметін атқарды да кетіп қалды. Енді таңбасын анықтаймыз. Косинуста қалай еді жаңа? Косинуста плюс минус еді. Пи деген 180 плюс 60. 180 деген ол мына жақта. 180 деген мына жер. 180. Біз бұлай қарай қозғалып келе жатырмыз сағат тіліне қарама-қарсы. Енді 180 плюс 60 болса алға жылжимыз.
минус 60 болса кері қарай жылжимыз. Бізде плюс 60 алға жылжимыз. Алға жылжыса осы нүктеден біздің алдымыздан үшінші ширек шығады. Таңбасы минус екен. Значит, алдына минус қоямыз. Сонда косинус 60 градустың өзі бізде жаңа 2-ден 1-ге тең болды. Алдындағы минуспен минус 2-ден 1-ге тең екен. Демек ол косинус 240 градус минус 2-ден 1 дегенді білдіреді. Мінеки есептің жауабы осылай шығады. Немесе әр қарай кеттік. Тангенс 660 градус. Оны қалай жазамыз? Оны біз былай жазсақ болады. Тангенс 630 градус плюс 30 градус деп жазамыз. Не үшін мен 630 алдым? Өйткені немесе оны 720 плюс минус 60 деп алуға да болатын еді. Енді 630 деп алған себебім ол мысалы тангенс 630 деген ол 7 көбейтілген 90 дегенді білдіреді. Яқта плюс 60 градус бар. 30 градус бар. Көрдіңдер ма? 7 көбейтілген 90 деген. Ал 90 деген жаңа ол пи бөлінген 2 еді. Осы пи бөлінген 2-ні 7-ге көбейткенде 7 пи бөлінген 2 шығады. Тангенс 7 пи бөлінген 2 плюс 30 градус. Енді қараңдар, аты өзгереді, өзгермейтінін қараймыз. Міне бізде пи бөлінген 2 бар главный. Пи бөлінген 2 болса аты өзгереді. Тангенстің аты котангенсі өзгереді, алдына 30 градус жазылады. Болды, 7 пи бөлінген 2 кетіп қалады. Енді таңбасын анықтаймыз. Так, тангенс пен котангенсте бізде плюс, минус еді. Енді бізде жаңағыдай 630 градус плюс 30 градус анықтап алайық. Жалпы, мына жерде мына бірінші неге 90, 180, 270, 360, тағы 90-ды қосам, 450, тағы 60 қосам, 90-ды қосам, 540, тағы 90-ды қосам, 630, плюс альфа болса алға қарай жылжимыз. И ол кезде ол минус таңба екен. Демек алдына минус қоямыз. Котангенс 30 өзі түбірасты 3-ге тең еді. Алдындағы минуспен минус түбірасты 3-ге тең болады екен. Көрдіңдер ме? Міне осындай. Тағы да біреу көрсете салайын, иә? Жақсы. Мысалы, котангенс 1050 градус. 1050 градус. Котангенс 1050 градус қалай жазсақ болады? Мысалы, оны котангенс 1080 минус 30 градус деп жазуға болады. Мінекей. Мен неге бірден автомат жазам, өйткені көп есеп шығарғам. Сендер де көп есеп шығарсыңдар, осылай автомат жаза береді болсындар. Ал енді 1080 градус деген ол 6 көбейтілген 180 деген білдіреді. Котангенс 6 көбейтілген 180 градус, азайтылған 30 градус. Ал енді тең 6 көбейтілген 180 десек, 180 деген ол пиға тең ғой. Сонда ол котангенс 6 пи азайтылған 30 градус деген білдіреді. 6 пи. Жай ғана пи ғана болғандықтан оның аты өзгермейді. Котангенс 30 деп жаза саламыз. Енді таңбасын анықтаймыз. Мұна таңбаға мән бермей қойғанда ол таңба іші минус. Осының алдына минус қоятындар бар. Ол дұрыс емес. Плюс минус. Иә, таңбасы. Енді котангенс 1080 минус 30 дейді. Қараңдар. Бір айналып келеді. 360 болады. Тағы бір айналып келеді. 720 болады. 360-тан қосылады әрбірі. Толық шеңбер 360 градусқа тең өткен. Бір айналады 360, тағы бір айналады 720 градус, тағы бір айналады 1080 градус. Сөйтті осы нүктеге келеді. Сол 1080 градус плюс альфа болса, ол алға жылжиды. Ал минус альфа болса, кері жылжиды. Бізде минус альфа, иә, минус 30 градус. 30 градусқа артқа қайтады. Значит, ол таңба 4-ші ширек болады да, ол минусқа тең. Алдына минус қоямыз. Котангенс 30 өзі түбірасты 3-ке тең еді. Ал енді алдындағы минус пен минус түбірасты 3-тің өзіне тең болды. Мінекей, дәл осылай шығарасыңдар балалар. Ешқандай бір қиындық жоқ. Тек қана айтылған нәрсені қағып алып, ұқыпты қолдансаңдар болды. Бүгін өздерінің сабақтан кейін де осындай көптеген градустарды алып есептесеңдер болады. Әрине, ақылға қонымды градустарды алыңдар, бірақ. Олай болса, біз бүгін сендермен тригонометрия негізімен таныстық. Алдағы уақытта формулаларды өтеміз, түрлендіруді өтеміз, теңдеулер мен теңсіздіктерді қарастыратын боламыз. Ендеше мен сендермен келесі сабаққа дейін қоштасатын болам. Сау болыңдар.